Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге 4-ші сынып қазақ тілі 106-ші сабақ осы шақ деген тақырыпты түсіндіретін боламын. Бүгінгі бізде осы шақ тақырыбында мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтаймын. Етістікті осы шақта қолдана аламын. Өлеңді оқы. 7-ші жаттығуда өлеңді оқы деген екен. Табамын жерден керегін, аспанда зулап келемін. Аспан мен жерді жалғаған шарықта көкте өленім. Биіктен туды көремін, өрелі менің өз елім. Еңсесі биік ағорда еңкейіп кіріп келемін. Шаңырақ мынау шалқыған, ұрпағым жүрер айтып ән. Ел таңба тұрар ескертіп, айналайын халқымнан. Бұбышхан Тікебаева жазған екен. Өлеңге ат қой, өлеңдегі негізгі ойды анықта, қарамен жазылған сөздерге назар аудар, қай кезде орындалып тұрған қимылды білдіріп тұр деп астында жазылған екен. Осы шақ етістіктері іс-әрекеттерін қазір болып жатқанын білдіреді. Мысалы, көріп отыр, өсіп тұр деген осы шақ етістіктері не істеп отырмын, жатырмын, тұрмын, жүрмін. Не істеп отырсың? Жатырсың, тұрсың, жүрсің. Не істеп отыр? Жатыр, тұр, жүр деген сұрақтарға жауап береді екен. Осы берілген жақсылап оқып алсаңыздар болады. Жетінші жаттығуда өлеңге ат қойдық, ғарышкермін деп қойдық. Міне астына зулап келемін, көремін, еңкейіп кіріп келемін деген сөздердің астарын сызып қойдым. 8-ші жаттығуда берілген сөздерді пайдаланып сөйлем құрап оқы, етістікті тауып оларға сұрақ қой деген екен. Мына жерде сөздер берілген: мен, сіздер, жүрсін, жүрсіздер деп. Және етістіктің қашан болған істі білдіріп тұрғанын айт деген екен. Мен мектепте жүрмін, сен қалада жүрсің, сіз ауылда жүрсіз, ол сабақта жүр, біз бақшада жүреміз, сендер саябақта жүрсіңдер, сіздер саяхаттап жүрсіздер, олар кітапханада жүр. Етістіктер осы шақта болған істі білдіріп тұрғанын көрсетіп тұр. Бүгінгі сіздерге 9-ші жаттығуымызда берілген сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз деген екен. Астында сызба берілген. Бұл жазғандарым оқушылар кітапқа жазып қойған екен. Қателік болып саналады. Ұшып жүр, жинап жатырмын, жаттап отыр деген сөздерге сөздер жазу керек. Сызбалар бойынша. Мен мынандай етіп жаздым. Үйдің ішінде қарлығаш ұшып жүр. Мен талдан түскен жапырақтарды жинап жатырмын. Айбек әдебиеттен өлең жаттап отыр. Дәл осылай көшіріп алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің 10-ші жаттығуымызда жұмбақты оқып шешуін тап. Көк қарбызым қойған жерде биік тұр. Сол қарбызға бүкіл әлем сиып тұр. Етістіктің қай жақта тұрғанын айт. Жұмбақтың шешуінде сөз туралы не білесің деген екен. Жұмбақтың жауабы ең әуелі тауып алатын болсақ, глобус деп табылды. Биік тұр, сиып тұр деген бұл осы шақ 3-ші жақта тұр. Глобус жер шарының бірнеше есе кішірейтіліп берілетін нақты бейнесі. Глобус көбінесе көрнекі құрал ретінде қолданылады. Ең бірінші глобусты неміс географы саяхатшысы Бихайм жасаған 1492 жылы деп саналады. Міне глобус туралы сіздерге кішігірім мәлімет беріп жүрдім. Осыны жақсы есте сақтап қалыңыздар. Бүгінгі біздің 11-ші жаттығуымыз үй тапсырмасы ретінде беріледі. Сюжет бойынша әңгіме құра деген екен. Мына жерде 3 баланың бейнесін көрсетілген. Сіздерге мақала ғарыш кемесі деп жаздым. Бүгін мен ғарыш кемесіне мініп, ғарышқа ойша саяхатқа шықтым. Ғарыш кемесі өте ыңғайлы, кең екен. Онда бірнеше айлап тұруға да болады. Демалуға, тамақ ішуге, кітап оқып, бос уақытты пайдалы өткізуге де жағдай жасалған. Кеменің терезелерінен ғарыш әлемін бақыладым. Біздің ғаламшарлар көгілдір болып көрінеді. Ең қызығы кеменің ішінде ұшып жүреді екенсің. Осы ойымызды шындыққа ұласуын тілеймін.